Баршаңызға сәлем. Дәл осы қарапайым йод барлығының үйінде бар шығар, және де сіздер бұл йодтың медициналық тұрғыдағы пайдасын білесіздер. Ал бұл видеода мен сіздерге тұрмыстық жағдайда йодты не үшін пайдаланатынын көрсететін боламыз. Осындай 5 литрдей суға йодты жартысын салып жүресіңдер. Мына жердегі дәл осының жартысын салдым, мен жартысын алдын қолданғанмын. Жақсылап араластырып, кез келген полотенце или жаман простыня сияқты нәрселерді осының ішіне саласыздар да. Дәл мен мына жерде жаялық салдым. Балдардың жаялықтың да бір жағының иісін кетіру үшін осыны жақсылап суы сіңгеннен кейін алып, иісі шыққан балдар сиген немесе құсқан жерлерге алып барып төсеп қоясыздар да. Йод өзіне барлық жағымсыз иістерді сіңіріп алады. Мен мына жерде бесіктің көрпешесін тазалап жатырмын, қыздар. Бұл нәрсе негізі 2 сағат төсеп қойып қойсаңыздар, иістің бәрін өзіне тартып алады. Және де бұның жақсысы, ауыр үлкен кілемдердің барлығын жуалмайсыздар. Сол кезде сол жеріне ғана, арнайы құсқан сиген жеріне ғана осылай төсеп қойып 2 сағаттан кейін алып тастасаңыздар өте керемет болады. Жуылмай қалады деп қорықпаңыздар. Простыняларыңыздар әдемі болып жуылады. Ол суында көріп тұрсыздар ғой, әдемі болып кетіп қалған, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менен сіздерге лайфхак болсын. Каналым ұнаса тіркеліп кетіңіздер.